Иығына күн арқалап заңғар биікте қалыптаған қыран қазақ арма екен. Сіздермен Тұран Channel каналы және Нұрсұлтан Айдар. Тұран университетінен құралған журналистика және аударма ісі жөніндегі кафедрасы жетекшісімен Гүлжан Түлекова ұстаздарымен Балдәурен Қапшағай республикалық оқу-сауықтыру орталығына арнайы іс-шарамен кепті. Ендеше сол іс-шарамен таныс болсақ. Президент күні қарсаңында Тұран білім ошағының шәкірттері мен ұстазы арнайы дайындап келген Лұтфолланың жүзіне 100 қадам тақырыбындағы ұлы ақын, жазушы, публицист, аудармашы, жүздеген ән мәтіндерінің авторы Лұтфолла Шәкенов ағамызды еске алу кешін Балдәурен бүлдіршіндеріне ұсынған болатын. Күннің алғашқы нұрлары жер бетіне түсіп, таң бозарып атысымен Алматыдан Қапшағайға бағыт алып жолға шықтық. Шәкірттер дайындықтарын пысықтап болысымен бір-біріне жол бойы көтеріңкі көңіл күй сыйлап, әннен маржан шашты. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім, Ақтөбеде жоқ. 2 сағатта Балдәуренге де аяқ тіредік. Жанға жайлы, шұрайлы табиғатымен қоса жылы қабақпен қарсы алған оқу-сауықтыру орталығының ұстаздары қонақжайлылық танытып, ыстық шай ұсынды. Жылынып болғасын студенттер кеш өткізуге арналған залға ауысып, іс-шараға дайындық жұмыстарын бастап кетті. Балдәуреннің бүкіл Қазақстан бойынша әртүрлі мамандықтарда оқитын, әртүрлі салаларда үздік оқушылар осы жерде жыл бойы үздіксіз білім алады екен. Және бұлардың ұйымдасуы, бұлардың басшылары қарсы алуынан бастап бүгінгі жаңа әлемдегі Қазақстанның жаңаша бір қырынан көрініс табатын үлгі, көрсетерлік үлгі боларлық жаңа қырын таныдық. Біздер үшін бізден кейінгі келе жатқан тұраншылар десем болады, Тұранға да келеміз деген үлкен бір үміттерін жаңа білдіріп жатты. Біз қуаныштымыз. Ақын Лұтфолла Шәкенов. Ұлы тұлғаның есімін көп адам біле бермесе де, әндері әрбіріміздің құлағымызға құйылып, тілімізге жаттанды болып қалған. Оның дәлелі барлығымызға белгілі атаңыз Досмұқассам ансамблінің орындауында Су тасушы қыз әнін түгел жатқа білеміз. Ал бейбітшілік сақталады, махаббат вальсі сынды әндерін айтпасақ та белгілі. Жауқазын жазба авторын еске алу кеші осы және өзге де сырлы жырлы естеліктер жайлы еді. Кешті жүргізу тізгінін Гүлжан ұстаз тек өзі ғана ұстап қоймай, жанына талантты шәкірттерін ерте шықты. Бүкіл кеш бойы ұстаз бен шәкірт іс-шараға модераторлық жасады. Іс-шарамыз басталмай жатып, Балдәурен тәрбиеленушілері, мектеп оқушылары өздерінің билерімен, әндерімен және елден ерек сәлемдесу стильдерімен қарсы алды. Кеш шымылдығын ақынның отан тақырыбындағы туындысы ашып беріп, ақынның естелік әңгімелері қаламдас досы Мыңбай Рәштің естелігімен жалғасын тапты. С реки студеный ветер дул все злее, как снежный зверь рвал в клочья даль буран, и крыши оглушенного семея вырастали в снег, и плакал мальчуган. Су тасушы қыз әніне шағын бимен көрініс қойылды. Бүлдіршіндер аң-таң, мәз, шадыман. Сахна төрінде әнші қыздарымыздың орындауында махаббат вальс әні шырқалды да, Айгүлдің хаты көрінісі қойылды. Арманың асқақ беледі, қалайша сені қиямын, кіршіксіз болғым келеді. Лұтфолла ағамыздың жарқын ізін жалғаушы жас ақындар арнауларын арнап, ақын өлеңдерінен жыр шумақтары шашылды. Қайтейік, алтын жұлдыз ағып өтті, өтсе де талай білім танып өтті, бұлтсыз күнгі найзағай секілденіп, қара халық жүрегін қарып өтті. Бүлдіршіндер іс-шара бойы белсене қатысып, сәт сайын қолдаудан шаршамады. Белсенді, үздік, өнерлі әрі дарынды оқушыларды ұясына жинаған Балдәурен өзінің жылы құшағын бізге де айқара ашқанын сезіндік. Дарынды балаларды елеп, өздеріңіздің өнерлеріңізді көрсетіп, сұхбаттасуға келгендеріңізге мыңнан бір алғыс сіздерге. Бүгінгі әдеби кештің тақырыбы ақын Лұтфолла Шәкеновтың 90 жасқа толу мерейтойына арналды. Біз бұл бағдарламаны осы студенттердің қойылымында
ұлттық республикалық кітапханада көрген болатынбыз. Бізге өте қатты ұнады. Біз арнайы шақыртумен, сұраныспен бүгінгі балдәурен төрінде бұл кісілерді қарсы алдық. Студенттердің таланты, шығармашылығы, әдебиетке, мәдениетке деген ұмтылысы өте жоғары деңгейде екен. Біздің балалар үшін олар өте үлкен үлгі болды. Сахна мәдениеті, өлең оқуы, шығармашылығы студенттердің біздің 8-9 сыныптар үшін алдағы уақытта үлкен мақсат болып қойылды деп ойлаймыз. Сондықтан да бүгінгі Тұран университетінің журналистика факультетінің студенттеріне, оны бастап келген оқытушыларына біздің алғысымыз шексіз. Жалпы бүгінгі мынау болып жатқан концерттеріңіз өте керемет, өте жақсы. Бізге яғни ұйымдастырушыларға және де барша балдәурентерге өте қатты ұнады. Негізі осы ауысымда IT технология және робототехника деген ауысым әр облыстан, Қазақстанның жан-жағынан, еліміздің жан-жағынан келген балалар. Қазіргі таңда 300 бала демалып отыр. Сол 300 балаға сіздер жақсы бір өнер көрсетіп, және де алдағы уақытта бір жол жіберіңіздер деген үміттемін. Балдәурен жайлы аз кемді мәлімет алып, республика бойынша филиалдары орналасқандығын да біліп қайттық. Балдәурен республикалық оқу-сауықтыру орталығы Дариға Назарбаеваның бастамасымен Ресей еліндегі Артек лагерінің аналогы бойынша құрылған. Мекеменің 15 жылдық тарихы бар және негізгі орталығы Көкшетау, Бурабайда орналасқан. Филиалдары 2016 жылы Қапшағайда және 2018 жылы Түркістан облысы Ленгір ауданында ашылды. Бас директор Мұхиддин Бекболатұлының айтуы бойынша, болашақта республиканың түкпір-түкпірінен дарынды балалар келіп демала алатындай лагерь ұйымдастыру мақсатында бар екен. Орталық жыл 12 ай бойы үздіксіз жұмыс жасайды. Сабақ мезгілі лагерде демалу мерзімі 20 күн болса, жаз мезгілінде 15 күн болады екен. Қазіргі таңда бізде 300 бала демалуда. Негізі біздің орталығымыз ауысым сайын өзгеріп отырады. Ауысым тақырыптарына сай әр ауысымда 300 баладан Қазақстан Республикасының 7 облысынан келіп қатынап демалып кетеді. Демалған уақытта балалар демалумен қоса оқу жүйесі бірге қатар жүреді. Сонымен қатар бірінші ауысым бізде жетім балалардан басталады. Жетім балалар келіп демалады, мүмкіндігі шектеулі балалар, отбасылы төмен жағдайларға да қарастырылған үздік оқушылармен қатар әнші, биші, спортшылар да келіп демалып кетеді. Осы орайда 2016 жылы ақпан айында Тілдаш Рысқұлбек қызының идеясымен орталықта Республикалық жас патриоттар академиясы ашылды. Академия президенті Тілдаш Рысқұлбек қызы болып табылады. Арнайы іріктеуден өтіп қабылданатын қазақстандық жас патриоттар саны жылдан жылға артып келеді. Жыл сайын академия құрылған күні орталықта арнайы форум өтеді екен. Форумда барлық академия мүшелері жиналып, бір жыл бойы жұмыстарымен таныстырады. Форум бір аптаға созылады. Келесі жылы форум Балдәурен Қапшағайда өтуі жоспарлануда. Бір қызығы, осы Балдәуреннің тәрбиеленушісі болған әрі академияның белсенді мүшесі қазіргі таңда Тұран университетінің бірінші курс студенті Раилова Гүлманат осы шараға арнайы келіпті. 2016 жылы ақпан айында балалар арманның аралы Балдәурен республикалық оқу-сауықтыру орталығында Республикалық жас патриоттар академиясы құрылған болатын. Қазіргі таңда мен сол академияның құрамындамын. Және де менен бөлек осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған ең дарынды деген мыңдаған оқушылар, жас қазақстандықтар осы академия құрамында. Олар өз өңірлерінде патриоттықты насихаттап, дәл осы академияның мақсаттарын жүзеге асыру үшін жұмыстар жасауда. Мен Балдәуренде 2016 жылы демалған болатынмын, және де одан соң дәл осы аталмыш академияның құрамына ендім. Және бұл мен үшін өте үлкен мақтаныш. Ал қазіргі таңда Тұран университетінің журналистика мамандығы бойынша бірінші курс студентімін. Іс-шара аяқталған соң студенттеріміз Балдәурен аймағымен танысып, түрлі ойындар ойнап, уақытын барынша қызықты өткізуге тырысты. Жебе тартып нысананы қақталдеген жігіттеріміз бағын сынаса, қыздарымыз үстел теннисте бақталасты. Жасөспірімдеріміз бал-балаша қуанып мәз болды. Сұлу табиғаттың қойнында Қапшағай көлінің жағалауында таза ауамен тыныстап, бой сергітіп қайтты. Бір күндік естелік, 1000 жылдық тарих. Осылайша бір күніміз жадымызда бейнеленіп, тарих беттерінде сахналанып қалды. Нұрсұлтан Айдар, Ринат Садығұлы, арнайы Тұран Channel үшін.